Assalamu alaikum kollegalar, mekендештер, фермерлер. Нурмат буюрса Нарынга келди. Нарында турабыз. Алейкум ассалам. Нурмат, кандайсың? Жакшысың? Денсаулыктар? Мурдагы видеолорду эсиңиздерде болсо, силас тууралуу тарткан болчубуз. Анан букаларды өзүбүздүн букаларды байлоого киргиздик. Анан ошолорго Нурмат атайын кошулма алып келген болчу. Минералдык кошулма, пробиотик, премикстер менен аралаш ошолорду берүү тууралуу, жалпы букалар тууралуу. Быйыл өзүбүздүн эле малдарды киргизели деп турам. Анан ошолорго эксперимент кылалы деп атабыз да. Кандай чоңоет? Себеби дегенде Казакстанда Нурматтын кардарлары эксперимент жүргүзүптүр буга чейин. Мен деле көргөн болчумун. Анан биздин дагы байлоодо турган букаларга ошолорду берип, кандай жыйынтык көрсөтөт, ошолор тууралуу кеп кылсакпы деп жатам. Өзүң дагы кайрылып койсоң болот, бир-эки сөз фермерлерге. Ассаламу алейкум. Нарынга келдим, Айтмамбет, рахмет, осылай күтүп алды. Өтө конак жайлы. Эndi келип атканыбыз мына Алматыдан, Институт вирусологии, биологии, сонун карамагында ТО промышленный микробиологиянын бизде биологиялык препараттар өндүрөбүз. Сонун бир келип аткан максатым со бентабак жана полилактовит дейтин пробиотиктер жемге коспа. Сол тууралуу Айтмамбет өзүнүн каналында, буюрса өзүнүн жана торпоктарында сону жемге косуп, натыйжеси менен сиздер менен бөлүшүп отурат. Соган нарындабыз. Буюрса сарайга чыгып кетебиз. Сол жакта көрүп, карап, кеңестерин берип, калай колдануу керек экенин. Сону видеону өтө кызыктуу, пайдалуу акпарат болот. Ар кимге осы кормовой премикстин максаты кандай, жумуш істөөгө колдануу, кандай пайдасы бар, соган байланыштуу. Кел, мен Нурмат ушу бентабак жөнүндө маалымат берегет. Буюрса букаларга бермей болдук. Негизи уйларга, талаада жүргөн уйларга жанагындай жакшыраак туз дагы бере албай атабыз көпчүлүк. Анан буларга болсо баягы каражат башында аяган кишилер болушу мүмкүн. Тиги тузду жакшы кошпой, кээ бирөө баягы туз жалап талаада малдар деле каралбайт го. Негизи ошонун баарын баягы өзүбүз кызыгып, ар бир киши багып аткан киши тартипке келтирип жазса жакшы болот да абдан. Анан ушул кошулма жөнүндө мен негизи көптөн бери эле буга чейин дагы башка бир фирманыкы чарбадык беле, Роксфит деп. Анан анда бердик. Буюрса быйыл бентабакты берели деп атабыз байлаган бугаларга. Курамы кандай болуп жасалат, эмне жасалат, анан жанагы союлганга чейин бере береби, зыяны жокпу? Элдерде да башкача түшүнүк болушу мүмкүн. Мисалы бул жанагындай катазал сыяктуу. Эми негизи катазал деле по сути баягы витамин сыяктуу витаминдер кетет да. Башкача түшүнүктөр болбосун, жанагындай үйлө дарып семиртет экен деп. Эми ар кандай жолдору бар. Бирок баары бир жем семиртет да негизичи буканы. Жем. Анан мына биз отурган ушул көкпеде. Андан башка негизи прям муну берип салсаң сразу 100 килограмм түшүнүктөрү бар да, сондай катазалдыма уколду салсам сол менен ак семирет депчи. Ого катысты эмес, ол сол өзүнүн жеген жем чөбүн сол корутуп жакшы усваиваемостька көмөктөсөтчү. Сонун максатында мына биздин Казакстанда галымдарынын өндүрүп чыгарган бентабак деген алымдар деген ученый, галымдар, ученый болсо МПЦ вирусологии, биологии. Сол биздин Казакстанда сонун карамагында ТО промышленная микробиология деген сол ученыйлардын пребиотик дейді ғой.
бұл пребиотик дейтін басқа мысалға витаминдерден айырмашылығы бұл жерде екі тірі микроорганизм бар. Малдың асқазанында сол микроорганизмдар жеген жемі бар, шөбі бар, соны жақсы усваивать етуге. Ол усваиваемостьті улучшать етіп, витамина синтез, обмен вещества, клетчатканы расщеплять етіп, больше энергиясын содан передавать еткенге малғаш. Пребиотическая кормовая добавка, премикс деп қойған міне. Бұл негізі көп витаминдерде байқасаңыздар кормовая добавка деп қояды. А бізде пребиотическая кормовая добавка с премиксом. Получается, премикс деген жаңа витамин, минерал, сондайлар. А пребиотическая дейтін, ол сол екі микроорганизм бар ішінде. Ол екі микроорганизм қалай, қайдан не қылды? Оны ғалымдар малдың өзінің ішінде асқазандағы жақсы сол синтезға көмектесетін жаңағы микроорганизмдарды бөліп алып, соны бізде өздері қолданыста, өндірісте көбейтіп, соны осы жемге, неге кормовый премиксқа, бұл жерде микро-макроэлементтері бар, природный бентонит деп қояды. Сол бентонитқа, ол бентонит негізі природный абсорбент деп қояды. Абсорбент деген ол малдың ішіндегі ауыр заттар қорытылмайтын токсичность деп қояды. Соны тазартады. Ол малдың асқазан жолы тазарғаннан кейін малдың ас қорыту жүйесі жақсы болады да, улучшение. Соған байланысты оның жеген асы жақсы пищеварение көмектесіп, улучшение сінімді болып, малдың салмақ қосу, өсу, сол качестволарына жақсы жұмыс жасайды. Бұл өзінің әлі үйлерден, жайлаудан музо еміскен үйлер арық келіп қалыптыр. Ошоларда байлауға кіргістік, геотеллері шындай. Айбай арық болғандар бар екен, ошол 3 үйді кіргістік. Бентабакты болса мына ушул букага берелип атам. Мына Нурмат моғач, моларга. Бирөө ушул болот. Анан бул ушуга бербейбиз. Экөө тең да, экөөнү көрөлү. Анан мол 3-өнө берелиби? 3 карага. Жок, 2 карага. Анан ушуга, анан о четкиге, ушул четкиге бентабак берилет. Мисалы, буга болсо берилбейт, ортодо отурганга буга. Анан көрүп кете беребиз да булардычы. Буларга кошулуп берилет күн сайын. 3 болду. Анан на бир уй Нурмат ушул 3. Айбай начар. Мына ушул үйдү көрдүңүздөрбү? Жүнү дагы айбай жүдөп турган маалы. Ушуга берели. Жана эшиктеги жүргөн букага. Анын ичи көөп атат. Көөп атканга го. Ал бука менен болсо, мындай салыштыра келгенде мына ушул буканы салыштырсак болот, экөө тең да. Буга бербейбиз. Тиги букага болсо беребиз. Ошондо 5 болот да. Эми ушу бентабакты кантип кошуп беребиз? Букаларга болсун, уйларга болсун, өзүн бербей, ушундай мынакей көргөнүңүздөрдөй жем болсо эми ар кимдин колунан эмне, кандай жем келет? Мисалы, улпак болушу мүмкүн, буудай, жүгөрү, жымык, ар түрдүү жемдер болот да. Анан ошолорго ошол бентабакты аралаштырып, анан бериш керек да. Ошол жөндө түшүндүрө кет, Нурмат. Анан цвети дагы мындай өңү түсү мына биздин караңгыраак болуп аткан. Мына бентабакты ол өзү мындай кормовый премикс унтак болуп келет, мындай он сыяктуу. Караараак болот экен, коңурлау. Сол бунун ичинде жаңа кормовый бентонит, микро-макроэлементтер бар. И плюс жаңа биологиялык 2 бактерия бар го. Буну сактаганда
қолдан келсе мысалға мынаны аштың ғой пакетті, керек нормаңды алдың да қайтадан пакетті герметично жауып қою керек. Бұның ішінде микроэлементтердің коэффициенті төмендеп өлмеу үшін сыртқы кислородтан неден жақсы сақталады. Упаковка ушундай коробкада болот экен. Осындай 10 килограммдық пакетте болады. Пакетте. Бұны өзіңізге ыңғайлы болу үшін мынандай ведроға пакеттен алып төгіп, крышкасын жауып қойып тұрсаңыз, каждый кере алғанда мынандай өзіңізге мынандай нормировочный баклажканы кесіп жасалаңыздар. Бұл осындай весы болса, весіға салып, өзіңізде қанша бұқа ұстайсыз, соған байланысты. Мысалы, граммировкасын көрсетесіз, или осылай толыр, или жартылай деген сияқты. Мынаны қазір өлшесек, мысалға, біз 500 грамм алып отырық. Мына 500 грамм қылып ченедік. 500 грамм. Көбінде осындай строительный ковшпен жемге қолданады көп шаруашылықтар. Осыған приблизительно салып көрсетейік мұны. Осыны міне кішкене толмас па осындай не қылды. Бір 880% толмай қалды. Толмай қалды осындай енді. Ал көбіне осындай шелектің ішіне салда, крышкасын жаптан ыдысын қойып қой. Ченеп баяғы салмағын шығарып, ченеп алыш керек башында қаншадан қосып отырды. Сосын бұқа мысалға 5 бұқа ұстап отырсаң, аткорымда байларда 1,5 жасар. Соларға суточный норма приблизительно 150-200 граммға дейін. Соңында 200 граммнан жоғары 300 граммға дейін көбейтесің аткорм соңында. Ол көп жем-шөп жейді ғой. Соған көбірек бентабак соның усвоимостьті жақсы қорту үшін. А басында жаңадан аткормға кіргенде бір айдың ішінде 50-60 граммнан ақырын қосып отырасың. Яғни басында бұқа кірді, 5 бас бұқаға 50 граммнан 250 грамм. Яғни нан жартысын. Екіге бөліп бересің. Екіге. Таңертең, яғни 250-дің жартысы, кешке 250-дің жартысы. Сосын ақырын қосып отырасың. Басында привыкание олар наны сразу исіне кейбір бұқалар бірден жеп кетеді, кейбіреу жемейді, сол үшін аздан қосып көндіріп аласың да 15 күнде уже 150-200 граммға шығасың дозаға, суточный. Яғни 100 грамм таңертең, бір бұқаға 100 грамм кешке, сондай дозаға. Осын аласында өзің бұқаңа қанша мін жерде 5 бұқаға 3 килодан 15 килограмм жеміңе 500 граммды аласында төгесінде араластырып бұқаларға салып бересің. Енді бұл жер мысалы аралашқан болчу, мына байқале төгөле мына көрсөтүп береле. Ошол жерге аралаштырып мына жанагы белгиленген бұқаларға барына бирдей жетиш үчүн ушундай аралаштырабыз. Осыны бүйтіп, осымен күрөкпен өзіме қалай ыңғайлы. Бұны енді қолдан келсе қатты азыра алмастырудың да қажет жоқ. Потому что ол бентабак тяжелый болғаннан кейін, ауыр болғаннан кейін түп жағына көп отырып кетеді да. Соны қолдан келсе бұлай бет жағына қарай өзі. Мысалы мен мұны құрғақ беріп отам да. Тиги нымды көбүрөөк чылап бериш мүмкүн. Чылап берсе, антып деле боло берет, көбүрөөк ана казанга буктуруп берет го, кайнатып. Ол кезде ыстык кезинде косууга болбойт. Букага беретин кезинде косса болот. Түшүнүктүү. Көп жагдайда кейбирөө мындай шелекпен өзүнүн нормасын ала ма, бир букага. Осы шелекке алат да, прямой бентабакты алып бүтүп салып, сол шелектин ичинен бүтүп араластырып, бар букага төгессе болды. Индивидуально істейтіндер. Өзінің дозасын. А сенде енді общий ғой мін жерде. Бешөнүкүн мисалы жемин ченеп койгон болчумун, мисалы эртең мененки нормасы ушуга эле ушундай аралаштырам дагы. Анан бере берем, осыны осылай салдыңызда, осыны бүгүн берип тастау керек. Осылай қолдан келсін бентабак қалып қоймау керек та. Оның ішіндегі жаңағы микро-макро элементтер сақталып қала береді. Ал жаңағы биологический екі бактерия коэффициенті төмендей береді. Пайдалы несі, элементі азая береді. Мурдада келген жана 1 килограммдык бентабактар болчу, ошолорду уйларга аралаштырып берген болчумун. Ошондо кармой, мел, туз ошо бентабакты кошо эле аралаштырып бергем да. Бирок ал кезде аз болуп уйларга бат эле төгөнүп калды. Енді мына бентабакта өзінің құрамында микро-макро элементтер жеткиликти. Көп дополнительно жаңағы мел, кальций, енді кальций қолдан келсе берсе болады дополнительно қосып. Потому что
сүттің бәрі сиырдың сүйегі кальцийға көп не қылады, жұмсайды, сауын сиырлар. Соған көп дополнительно оларды қоспай қойса да бола береді. Бентабактың өзі Иә, өзің қолданған кезде. Пробиотик ошол. Иә, пробиотик. Мақсат ошол. Иә. Бұның ең бірінші сол просто витамин емес, пробиотическом основе. Сол екі микроорганизм. Олар Самый основной ошондо ашказан жакшы иштейт болсо, обмен вещества. Обмен веществоны улучшать етеді. Соның арқасында тем лучше обмен вещества, ас қорытуы жақсы болса, ол малдың өсіп өнуіне жақсы көмегін тигізеді. Аппетитті жақсы Аха, соған. Ол жеген көбірек буларды потреблять етеді. Аха. Соның арқасында мынада мысалға мына клетчатка дейміз ғой. Осы клетчатка простым методом сен қазір берсең, без никаких премиксов берсең, бұда бір 20, 30, 40, 50%-ға дейін пищеваренияны қабылдайды мал өзіне. Ашып кетсе 30%. Клетчаткасының ішіндегі керек маңызды заттарын. Ал пробиотикті қолданған кезде бұл оны 80-90 сондай пайызға дейін усваиваемость улучшать етеді. Наны расщеплять етеді, получается. Ол расщеплять етгенде наны прям майдалап тастайды емес, осыны жаңағы микроорганизм, бактериялар осыған ішінде, малдың ішінде жаңа брожение болады ғой, сол кезде осыны керекті құнарлы заттарын больше усваиваемость қылады. Арпаны, барлық нені. И сосын көп малдарда жаңағы сүйек сорып, ішінде акцидоз, кетоз деген жаңағы зиянкешті айтып отыр, токсичностьтар көтеріледі. Сол токсичностьтарды басу үшін, нормализовать етіп, қалпына келтіру үшін осы пробиотик жақсы көмектеседі. Бұл ошондо деген дагы кошумча ашказандардын ичинде бактерияны көбөйткөнгө жардам берет экен. Бул жерде бактерия 10 көбөйтүлген 10-ның 6 дәрежесі. Сонда миллиардтаған бактерия бар ғой, бір какой-то неде граммындашы. Оны енді ол коэффициенті төмендеп снижаться етеді, но соның өзінде де пайдасы келеді. Бірден бір жақсы себептер, мысалға соңғы кезде мал шаруашылығында осы қолданып отқан шаруаларда бұқалар көбіне аткормда тұрған кезде однородный постоянно қабылдайды. 6 ай бойы мысалы аткормда ұстаса, тек арпа жейді, и сосын чөп болса чөп, жоңышқа беде болса беде, однородный жей бергендіктен оларда нехватка других микроорганизмов болады. Соның кесірінен оларда пищеварение жолы бұзылады да, дұрыс аппетит болмайды, сосын вздутие болады, іші кебет жаңағы токсичностьтар сдуваться еткізіп сөйтіп не қылады. Вот соның жақсы көмегін алдырып алдын алады. Ал мына көбіне бізде как раз бир бука ич шишип атат, жаңы эле байлоо башталганда. Анан демек ошондойлорго да жардам берет. Иә, сен күнделікті бұны енді қолдануға өзінің норма дозировкасы жазылған, қандай мақсатта. Мысалға, тек осы бентабакты ғана беріп семіртем деген емес мақсатта. Оның өзінің определенный бойына, жасына, салмағына байланысты өзінің дозасы бар каждый бұқаның мысалға. Соған бұда да өзінің дозасы бар, соған қосылып беріледі. А егер сен 1,5 кило беріп, мына бентабакты көп беріп, оны семіртем деген мақсатта емес, оның өзінің күнделікті суточный қосалатын возможности бар. Мысалы, сен оған 20 килограмм арпа беріп, 10 килограмм күніне суточный привес алам деген ала алмайсың оны. Оның өзінің максимальный несі бар, қабылдай алатыны бар. Сен 5 килограмм арпа беріп, оның может 2 килограммы усваиваемостьқа өзіне қабылдай алады. Сол 2 килограммдақ беріп, сол өзінің керекті суточный дозасына алып отырасың да. Оны максимальный түрде тез беріп, тез не алып. Сосын бентабактың не қылып атқанына ең біріншіден эконом қылады кішкене. 15, 20, 30%-ға дейін. Тойыттан и уақыт жағынан. Мысалға, при стандартным аткорм жасаған кезде бір 6, 7, 8 айдың результатын бұл қысқартады. 5 ай, 6 айға соны төмендетіп, тезірек сол привесқа келесін. Теги аяғында деле бере берсе болот да, сойгонго. Иә, бұда бәрі биологиялық. Бізде жаңа промышленный микробиология деген өзі айтып тұр, биологиялық жолмен, ешқандай химия жоқ.
Бұны басында да, соңында бүгін соямын десең бұқаны, бүгін жем бердің, сол кезде де жесе бұның ешқандай зияны жоқ. Кормовой бентонит деп қояды. Ол жерде өзінің макро-микро элементтері бар. Малдың негізі серокормовая дейміз, кобальт дейміз, солардың бәрі малдың сыртқы өзінің экстерьер, жүннің качествосы, мысалға тері өткізетін болса, бұқалардың терісінің качествосын улучшать етеді. Сондайға көптен бір себебін тигізеді. Ал сауын сиырларға, уйларға болса, ол сауын сиырлар сүт бере бергендіктен олардың организмін сол микро-макро элементтерге толтырып отыру керек дополнительно. Сен жеммен ғана оны, арпамен ғана толтыра алмайсың. Арпада өзінің тек керекті бір-екі ғана макро-микро элементтері бар. Ал соны сен арпаны беріп сауа берсең, сиыр өзі истощать етеді, сүйегі хрупкий болады, сүттің качествосы төмендейді. Соны жақсылап қалпында келтіріп отыру үшін осы макро-микро элементтерді беріп, соңғы кезде экологиялықта жағдайда мысалға сиырларды байқасаң, көп жаңа сүйек, баклажка, шифр, мусорларға тоқтап не қылады ғой. Вот соның бәрі недостатка макро-микро элементов. Солардың бәрін дұрыстап қалпына келтіргенге осы әбден бір көмегін тигізеді. Бұл жерде жекелеп байлауды бұқаларға емес, уйларға дағы, қойларға дағы. Барлық жылқы, сиыр, ауыл шаруашылығы малдарының бәріне кете береді. Оның өзінің бөлік дозировкасы бар, аткормның дозасы бар, сауын сиырдың дозасы бар, өзінің күнделікті суточный берілетіні. Оны мысалға аз беріп қойсаң, өзіңдегідей лучше результатты бере алмайды. Көп беріп қойсаң, ол да сен көп беріп, бұдан көп результат алам деген мақсатқа жете алмайсың. Оның любом случае өзінің суточный, өзінің қабылдай алатын нормасы бар. Аның бары оқымыштылар тарауынан изделеніп, лабораторияларда өткен. Сондай тексерілген ғой. Қазақстанда қолданғандар. Қазақстанда мысалы Қырғызстанға бұл жаңа келіп отыр продукция. Эффект қандай болды хозяйстволарда? Қандай бір жиынтықтар болды мысалы? Енді ютубтан қазір бентабак деп қараса, информация, мәліметтер шығады. Аткорм площадкада мысалға бір жеке шаруада өзінде КХ Фортуна деген сол қолданды, бір 4 басқа эксперимент жасап, өзі енді как научно-исследовательский жағында изучать етіп, ондай емес. Жеке аткорм опытный для себя адам, шаруа тексерді, өзінің 6 ай бойы аткормға қойды. Сол кезде 2 бұқаға берілді, 2 бұқаға берілген жоқ. Сол кезде ана 2 бұқаның берілген бұқамен 2 типтес бұқаны алды. Сол берілмеген бұқадан ана берген бентабак жеген қабылдаған бұқа бойы өсіп, ананы озды. Ашып кетті? Аха. 1,5 жасар бұқалар болатын 6 айдың ішінде. Және де салмағынан озды. Сосын бұл мысалға бұқаны байлаған кезде салмақ ет береді ғой. Май емес, ет береді. Соған мысалға арпамен, бидаймен байласаң да бұқада салмақта разница болады. Сыртқы экстерьерлер бірдей болып келіп тұрса да, арпа жеген бұқаның салмағы аздау, бидай жеп ненің салмағы көбірек. Сондай сияқты бұда да өзінің сол салмақ жағына көмегін тигізеді. Бұлай көзбен қарасаң кішкентай болып көрінсе де, сол аткормға байланысты салмақ жақсы беріп. Сондай нелері бар, өзінің көрсетпекшіліктері, бойдың өсіп, және сыртқы жүннің качествосын улучшать етеді малдың. Товарный вид дейді ғой енді қазір. Соны жақсы келтіреді. Бұл жақта основном сол сера, кобальт дейміз, сондай микро-макро элементтер соған жақсы жұмыс жасайды. КХ Фортуна деп көрсеңіздер болады, каналдың ішіне келіп видеолар бар. Сол жерден де қарап көрсеңіздер болады, қандай чоң алда эксперимент қойып тұр. Аның видеосын болса бекітіп қойсақ болады пушка жоқ комментарийге. Қызыққандар келіп. Одан да бөлек КХ Фортунадан бөлек өзіміздің промышленный микробиологияның YouTube каналы бар. Сол YouTube каналдан да арасында видеолардан, плейлисттан қараса болады. Ол жерде соңғы кезде қошқарлар, арашан, қойлар болып отыр. Соларға салмақ жағынан выставкалар болып отыр ғой.
сол выставкаларда жаңағы қошқарлар енді қойлар көп жем беріп жақсы салмақ алу, содан аппетиттері тұрып қалады көбінесе. Енді ол жерде видишь, бірінші орын алу үшін жақсы салмақ, анан тезірек семірту керек, салмақ жинатқызу керек. Соған аппетитін жақсы пищеварениясын тұрғызбау үшін қой көбінесе күпті болып қалады ғой, жаңағы көп жем жеп алады да, жаңағы күйіс қайтаратын малдар дейміз ғой, жаңағы 40 қабат 4-камерный. Соған байланысты олар 4-камераға вообще жақсы көмектеседі, пищеварениясын улучшать еткенге. Және де іші өтеді, пробиотик дейтін өзі сондайға жақсы алдын алады. Ана проблема болады ғой, кейбір сиырларда жидкий боқтышады. Ол значит асқазан жолы құрған. Соны улучшать етеді. Сондай себептер. Семірген бойынша сөйлесіп қалдық, май деп. Негізі бізде мындай жаңылышта бір түшініп кетіп отырады. Кішкенекей бұқалар семірбейді екен, же бойына кете береді, же чоңайып кете береді, же бат семіре ушундай сияқты. Негізі ушун нерсеге көптен бері айтып келем, мындай чекит қойып салғанда болбай қалады ғой деймін. Байлоо деген бұл күн сайын алған терүү салмақта. Мысалы, чоң бұқан алып, 2 жашта бұқан алып киргизгенде, ошо байлап аткан киши 5 ай байлап атат. Мисалы да, оңой эле математика, 30 килограммдан кошсо, 1 айда 150 килограмм, 5 айда алат. Ошол бука 400 килограмм терүү салмак болсо 550 килограммга барат. Да, ат байлоо, ат корм ошондой да. Мисалы, кичинекей букалар кирди, 180-200 килограмм. Мисалы, 10 ай турса, 30 килограмм кошпосо, макул 25 килограмм кошсо, 250 килограмм, 250-ні 200-ге кошсо 450 килограмм. 450 килограммга барат деген кепти, анан ошол маалда барганда өзү эле семирип, сойгонго жарап калат. Анткени жайлоодон келгенде эле кунажындарды, жаш эле аларды эле союп ачат, мисалы, согунгачы. Себеби семиз сойгонго болот. Анан бука деле ошондой сыяктуу да, мындай канча көп турса, ошончо салмак кошо берет. Салмак кошо берет. Анан ошо маалда да семирип кете берет да, аны ошо маалга келгенде сойсо болот да. Бул жерде убакыт. Баалар боюнча негизи азыркы ушул тапта туруксуз болуп атат, анткени эртеңки күнү кандай эмне жагдайлар болуп кеткени белгисиз. Көп өзгерістер болады, бағалар қазір рынок өзі тұрақсыз болып жатыр ғой. Соған байланысты біз қазірге пока өзіміз Қазақстанда тұрақты баға ұстап отырық. Енді Қырғызстанға шығып жатсақ, бұйыртса ол да доступный бағада болады. Егер алам деп хабарласатын болсаңыздар, WhatsApp номеріміз всегда доступен болады. Соған хабарласып, сұрап, мәліметтер алсаңыздар болады. Қонақ болып келдік, мына Айтмамбетке күтіп алды, рахмет. Айтмамбеттің үй ішімен танысып жатырық. Үлкен рахмет сол кісілерге. Енді сол құрғау келмейік деп бір өзіміздің сыйлығымызбен келдік. Енді ер азамат болғаннан кейін атқа мінет, мал шаруашылығында жүрсін. Соған бір өзім кішігірім сыйлығым. Осы жүген, мынау қамшы, әрдайым атың күшің берік болып, жұмыстарың алға басып, қораң малға толып, денсаулық болсын, самое главное, біріншіден. Істеп атқан жұмыстарың алға басып. Чоң рахмат. Абдан сонун белеккен, жүгөн. Негизи өзүм деле атка мындай жакшы кызыга бербейм. Анан негизи бул атты иним минип уйларды кайтарып жүрөт. Мен болсо кызык барып кел, чауып кел деп айтып дейсің ғой. Енді жүгөн бар, камчы бар, оны бір пайдаға асыру керек. Бұйырса азыр тағып, миндирип көрсөтөбүз. Ушул видеода эле болот. Видеону көрүп келсеңиздер, адаттагыдай эле жакшы маалымат болду деген ишеничтемин. Нурмат менен ушу жайында таанышып өзү чыгып калды, анан байланышып бага чейин да видеолорду тартып түшүрдүк.
Мындан кийин да жакшы сиздерге пайдалуу ушундай видео роликтерди тартып кете бергенге аракет кылабыз. Видео жакса сиздерден лайк, башкалар менен бөлүшүңүздөр. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин. Сага рахмат. Айтмамбеттин каналына тиркелип коюңуздар, өтө керемет, пайдалуу акпараттарга толуу, ауыл шаруашылыгына. Казакстандан бери Нарынга келди. Конак кылып болуп келдим, және де өзүмүздүн таанысып, дос болуп баратырк. Сол мен буюрса Айтмамбетти өзүңүз Казакстанга чакырам. Казакстанда Буюрса шаруашылыгын көрүп, сиздерге бир контент видео түшүрүүгө. Алда буюрса, каналда видеолорго үзбөй карап отуруңуздар.